Сәлем балақай, дүние тану сабағына қош келдің. Сабағымызды бастамас бұрын сәлемдесіп алайық. Жадайсың балақай? Балақай, біз қазір экранда берілген ребусты шешейік. Мен саған 1 минут уақыт беремін. 1 минуттың уақыттың ішінде ребусты тез-тез шеш. Қане, уақыт кетті. Жарайсың балақай. Балақай, сонымен ребустың жауабы қандай екен? Дұрыс айтасың, бұл бізде отбасы сөзі. Ал келесі ребусты шешейікші. Уақыт кетті. Жарайсың балақай, қане жауабы қандай екен? Дұрыс айтасың, жауабы ата-тек. Балақай, сен ата-тек деген сөздің мағынасын білесің бе? Сонымен ата-тек деген сөздің мағынасы қандай екен? Дұрыс айтасың балақай, ата-тек бұл жеті ата. Қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегі таралуының нақтылы жүйесі. Яғни бізде баладан әке, ата, арғы ата, баба, түп ата және тек ата болып бөлінеді екен. Сонымен балақай, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз менің ата тегім. Бүгінгі сабақта сен өз ата тегін жайлы және олардан кім таралатынын білесің. Балақай, ата-ана, ата-тек бір-біріне мағынасы жақын сөздер. Олар ата сөзінен тарайды. Атадан отбасының бірнеше тегі өрбейді. Оны біз ұрпақ деп атаймыз. Балақай, суретке қарайықшы. Бұл сурет сенің оқулығында 6-шы бетте бар. Балақай, бұл суретте бізде ағайынды Арман мен Дәурен және оның әкесі мен анасы жағынан туысқандарын анықтайтын боламыз. Қане, Дәурен мен Арманның әкесінің ата-анасы кім болып келеді? Дұрыс айтасың, ата мен әже болып келеді. Ал Арман мен Дәуреннің анасының ата-анасы кім болып келеді? Тамаша балақай, нағашы әже және нағашы ата болып келеді. Балақай, орнымыздан тұрып, сергіп алайық. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ.
тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Қанеке тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Жарайсың балақай, енді біз келесі тапсырманы орындаймыз. Балақай, жеті атасын білмеген жетесіз деген мақалды қалай түсінесің? Иә балақай, осы мақалдың мағынасын біліп, және өзінің ата тегінді, яғни жеті атаны біліп, бізге видео арқылы жібер. Балақай, суреттегі бұл не? Дұрыс айтасың, бұл отбасының альбомы. Отбасы альбомында отбасы мүшелерінің суреті тұрады. Суретте сенің аталарың мен әжелеріңді еске түсіреді. Балақай, сенің үйінде отбасы альбомы бар ма? Жақсы балақай, сен отбасы альбомындағы туысқандарың жайлы білесің бе? Міндетті түрде үйіндегі альбомды ашып, ата-анаңмен немесе ата-әжеңмен бірге отырып, өз туысқандарың туралы біл. Балақай, бүгінгі сабақта сен өзінің ата тегін жайлы білетін болдың. Балақай, егер саған сабақ түсінікті болса, кереметте. Егер саған сабақсыз түсініксіз болса, видеоны қайтадан көруге мүмкіндігім бар. Келесі сабақта кездескенше балақай. Сау бол!